Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Мынандай шырша ағашы. Мына жерде қатты мәселелер болған. Былтыр күзде мен шақырған болатын, көп көрсетіп. Мынау төменге түсіп кеткен бәрі. Жерге жатып қалған. Оны білесіздер ғой, бұтақтар қалың болады, үш жақтары мынандай. Қыста да түспегенде салмағы ауырлай береді. Қыста қар түседі, одан сайын ауырлайды. Сосын мына жерде үй тұр міне. Сосын үйге кедергі жасаған. Бұрын негізі отырғызу дұрыс болмаған ғой. Үйді салған кезде, немесе үй кейін салған, немесе қайсы жасалса дұрыс жасалмаған. Үй салса не көшетті ауыстырмаған, не көшетті кейін отырғызған болатын болса, алыс отырғызбаған. Кейін андай мәселелер пайда болады. Ар жағы бір жағы өспейді, үйге тақалады, ол жағын кесетін болады, соны ұсқынсыз болады. Сосын жаңа айтып отқан арасына ауа кірмеген соң, күн сәулесі түспеген соң, ылғал кетпеген соң, астындағы міндетті түрде күн түспеген бұтақтар негізі өледі көбінесе. Көп өлген. Оның бәрін алды. Міне қаншасы қурап қалған. Ұштарына ғана қалғандары болған. Қазір ең бастысы арасында күн түспесе де жел кіреді, бір арасында міндетті мәселесіз арасында ылғал сақталмайды. Сосын ар жақтарында көрсеңіз бәрін астына алып шыққан. Егер адам жүрсе де аулада ит болатын болса да қиналмай астына кіріп жүреді, соның астында қоқыс та жиналмайды деген сияқты. Егер де мысалы сіздерде осындай шырша ағаштар болатын болса үйлеріңізде, осындай жерге жатып қалып өсетіндер негізі қиын болады. Өйткені қар түсетін болады, одан кейін орнында қайтып көтерілмейді, ол көктем шыққан соң майысқан күйі қалады. Сол үшін мен өзім ұсынысым осы үйге жақын өсірілген шыршаларды осындай мына штамбын кішкене көтеру керек. Астында көрінетін, астына егер мысалы газон ексеңіз де асты әдемі болып тұрады. Астына адам кірсе де астын тазаласа да, ит мысығыңыз болса жүгірсе де мәселе болмайды. Былай көрсетейін.